Менің арнама жазыла кетіңіз. Енді шоколадный пирог жасайтын боламыз. Шоколадный пирогқа бізге керек болады ұн мен разрыхитель, какао, үй жағдайында тұрған сары май мен бір жұмыртқа және қант. Ең алдымен біз үлкен ыдысымызға ұн мен разрыхителімізді және какаоымызды салып араластырып аламыз. Араласқан ұнымыз бен какаомыздың үстіне сары майымызды салып араластырамыз. Енді мына жерде біздің жаңа секеріміздің үстіне мына бір жұмыртқаны алдық қой, бір жұмыртқаны әбден араластырып аламыз. Бұл жұмыртқаның 52 грамм бір жұмыртқа аласыздар. Соның ровно жартысын тестіға жібересіздер, қалған жартысын начинкасына жібересіздер. 52 граммның жартысы бұл 26 грамм болу керек. Оны қазір өлшейміз. Жиырма 3 граммын алдық. Енді осыны қантымызбен араластырып езіп аламыз да қамырымыздың үстіне саламыз. Енді осылардың бәрін жақсылап араластырып тұрып қамыр илейміз. Бізде міне мынандай қолға жабыспайтын жақсы қамыр шықты. Қазір бұл тестімізді біз міне 26-лық мынандай пирогтың формасы бар менде. Мен осыған жасаймын. Кішкене жабысып тұрса, аздап ұн сеуіп жүрсеңіздер болады. Міне менің 26-лық формның астымен осылай кесіп жіберемін. Енді бұны дұрыстап жайып аламыз. Енді жаңа менде артық жан-жағынан қалған нелерді, тестілерді айналдырып бортик жасап шығамын. Міне біздің пирогтың тестісі дайын болды. Біз пока начинкасын дайындағанша бұны мен тоңазытқышқа қоя тұрамын. Начинкасын дайындау үшін шоколад, молочный шоколад аласыздар. Кез келген мен Яшкино, менде мына жерде Қазақстан болады, хлебоутный шоколадтары болады. Осының үстіне сливки құйып, 30% кез келген сливки. Сливкini қойдым. Мен қазір бұны микроволновкаға ертіп аламын. Бұны енді мына жерде менде ыдысымда сгущенка бар. Үй температурасы тұрған сгущенканың үстіне бағанағы ерітілген шоколадымызды саламыз.
Міне біздің ерітілген шоколадымыз әбден еріді. Енді осыны сгущенкамыздың үстіне құямыз. Екеуін бір араластырып аламыз бірінші. Енді осының үстіне қаймағымызды саламыз. Қаймақ міндетті түрде 20% болу керек. 20% төмен қаймақты пайдалану болмайды. Жаңа сосын тесттен қалған жарты жұмыртқамызды салып жібереміз. Және тағы бір жұмыртқа саламыз. Тағы бір жұмыртқа салып, бұның бәрін араластырамыз. Енді мына неміз ағарып баратыр. Кішкене цветі насыщенный болып жақсы шығу үшін мен бір чайный ложка какао салып жіберемін. Енді осы әбден араласқан начинкамыздың үстіне қазір біз сливки құямыз. 3% сливки міндетті түрде. Енді әбден жақсылап араластырамыз осы начинкамызды. Міне біздің начинкамыз дайын болды. Енді біз жаңағы холодильникке салып қойған пирогымыздың үстіне осы начинкамызды құятын боламыз. Міне біздің жаңағы основамыз пирогтың. Осының үстіне начинкамызды құямыз. Міне осы дайын болған пирогымызды біз верх-низ, без конвекции верх-низді 35-40 минут пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз пісіп жатыр. Бәрі көтеріледі. Осылай пісіп жатқан кезде олдан қорықпай-ақ қойыңыздар. Шыққаннан кейін суыған кезде өзі басылып қалпына түседі. Қыздар, міне біздің пирогымыз пісіп шықты. Кішкене ысылау. Жаңа тез немесіне шығарып алдық.